Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін видеоның тақырыбы шұбалшандарды қай уақытта сыпырамыз? Сол сұраққа бүгін жауап іздеп көрейік. Бүгін белгілі бір себептермен мынау үйдің жамбасындағы бортты мен алып, тачкаға салып, басқа жайға ауыстыруға шешім қабылдадым. Неге десеңіздер, мынау фундаментке зиян тиеді деп ойладым бір жағынан. Себебі біз постоянно мына жерге су құямыз. Іш жағында фундаментте құрғақ болады, бір қалыпты емес жаңағы жер. Сондықтан мынау қисайып жаңағы зақым тиеді деп ойладым. Бірінші не істеп жатырмын мен? Бірінші айырмен алып жаңағыдай мынау неге саламын, жаңағы тачкаға салам, сосын айырмен алып болған соң айырға ілінбей қалады, жаңағы майдаланып. Сол кезде мына сапковыйдың көмегімен жаңағыдай алып, жаңағы тазалап, телешкаға салып жатырмын. Сосын қарап жатсам, жаңағыдай қуыстарда, шет жақтарында шұбалшандар не істеп жатыр? Қақып кеткен шұбалшандар біраз уақытты өткеннен кейін, міне көрдіңіз ба? Шығып жатыр. Мына біреу, мына екіншісі. Жаңағыдай мына жақтарда бір екі-үшеулері мынау. Бұрыш-бұрыштарында, мына бір дәуі шығып жатыр, мінекей. Көрдіңіздер ме? Қақып кеткендері бар екен, мына жерде қаншама. Енді осыларды не істеймін? Жаңағыдай мына сыпырғының көмегімен, ақырын жай осылай сыпырып, жаңа борт жаққа апарамын дағыны. Сапковый күректің көмегімен арбаға салып, жаңа жасап жатқан бортқа апарып жайғастырамын. Видео танымалдық мақсатта түсірілді. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Ұнаған болса лайк, подписка жасап каналымызға демеу білдіріңізді сұраймыз. Сау болыңыздар.